Қайырлы күн, құрметті студенттер. Зияты бұзылған балаларды дамытудағы психологиялық педагогикалық диагностика пәнінің 6-шы дәрісі. Зияты бұзылған балаларға ерте психологиялық педагогикалық көмек қызметі. Шетелдік және отандық тәжірибені талқылаймыз. Жоспары: еліміздегі зияты бұзылған балаларға ерте психологиялық педагогикалық көмек көрсетудің қызметі. Шетелдегі мүмкіндігі шектеулі балаларға ерте психологиялық педагогикалық көмектің қызметі. Ақыл-ой кемістігі мен диффуздық сипатқа ие бас миы қыртысының органикалық зақымдалумен шартталған таным іс-әрекетінің тұрақты қайтымсыз бұзылысы, қалыпты қалыптасқан мидың зақымдалуы нәтижесінде пайда болған ақыл-ой кемістігі 3 жастан кейін деменция деп атайды. Бас миының жарақаттарын әртүрлі орталық жүйке жүйесінің атауларының нәтижесінде қалыптасқан психикалық қызметтердің жойылуына және ерте қалыптасқан дағдылардың жоғалуына алып келеді. Балаларды ерте жастан қадағалау жүйесінің сапалы дамуына байланысты балаларға ертерек күтімнің қажеттілігі мен ерте психологиялық педагогикалық көмек көрсетудің қажеттілігі қазіргі қоғамда маңызды рөл атқарып отыр. Ана мен бала денсаулығын сақтау, нәрестенің патологиялық аурулары мен мүгедектігінің және алдын алу, қоғам мен мемлекеттің маңызды медициналық әлеуметтік проблемалары болып табылады. Уақытылы көрсетілген кешенді медициналық әлеуметтік және ерте жастағы балаға психологиялық педагогикалық көмек баланың психофизиологиялық дамуындағы бұзылуын алдын алуға мүмкіндік береді. Ерте кешенді көмек көрсету бұл балаларға өмірінің алғашқы айлары мен жылдарында кешенді қызмет көрсетудің теориялық және іс-тәжірибелік негіздерін қарастыратын пәнаралық білімнің жаңа тез дамитын саласы. Ол мүмкіндігі шектеулі балалар мен дамуы көптеген тәуекел факторларына негізделген балалардың даму жағдайын жақсартуға ықпал етуге бағытталған арнайы білім беру жүйесінің білімі ретінде қалыптасады. Мүгедектігінің алдын алу және өмір сүруін еңбекке қабілеттілігін шектеу деңгейінің төмендету, оның тиімді ұйымдастыруға байланысты. Ол арнайы ұйымдастырылған іс-шаралар жүйесін білдіреді. Дамуы артта қалған немесе артта қалу қаупі бар сәбиді анықтау және сәйкес аймақтықты қызметке бағыттау. Баланың сенсорлы-моторикалық саласын дамыту бойынша мақсатты жұмыс. Баланың даму деңгейін анықтау және жеке бағдарламаларды жобалау. Жеке даму бағдарламасының аясында отбасына толық кешенді қызмет көрсету. Барлық әлеуметтік институттар мен қызметтердің жұмысын үйлестіру. Ерте жоспарлы және жедел медициналық түзету. Отбасын оқыту және кеңес беру, психологиялық құқық қолдану. Зияты бұзылған балаларға ерте көмек көрсету жүйесі Қазақстан және ТМД елдерінде әлеуметтік-экономикалық дағдарыс кезінде бастап ерекше демографиялық жағдай туындап, дүниеге сәбилердің келуі, көрсеткіштердің аса төмендеуі, халық арасында өлім-жітімнің көбеюі және халықтың табиғи өсу төмендеуін байқалады. Бұл жерде аналар денсаулығының нашарлауы, жүктілік және босану кезіндегі асқынулар айқын әлеуметтік-экономикалық сипат алады. Осы жағдайларға байланысты соңғы жылдары елімізде мүгедек балалардың саны өсіп, мамандардың назарына ұсталды. Яғни айтқан кезде Сүлейменова, Розайчанова, Хакимжанова, тағы да басқа көптеген ғалымдарымыз бұл мәселелерді қозғай бастады. Барлық экономикалық қиыншылықтарды ескере отырып, балалардың дамуындағы кемістіктерді түзетудің ең нәтижелі жолы ерте коррекциялық көмек көрсету жүйесін ұйымдастыру. Бірқатар шетелдегі және отандық зерттеулер көрсеткендей, түзетушілік әсер етуді неғұрлым ерте бастаса, соғұрлым нәтижелі бола бастады. Ерте коррекциялық көмек көрсетудің негізі сәбилер мен ерте жастағы балалардың физиологиялық және психикалық дамуын жан-жақты зерттеу болып табылды. Ерте коррекциялық көмек көрсету тәжірибесін іске асыру нақты түзетушілік нысанның анықтауынан басталады. Көптеген мамандардың ойы барынша мұндай жұмыстарды тек дамуында белгілі бір кемшілігі бар балалармен ғана емес,
Сонымен қатар болашақта әлеуметтік бейімделу қиын болу мүмкіндігі бар балалармен де жүргізілуі тиіс дейді. Осындай кешенді көмек талап ететін балаларды анықтаудың негізгі құралы жалпы скрининг болып табылады. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы балаларға ерте педагогтық түзетушілік көмек көрсетуге байланысты бірқатар құжаттар қабылданып жүзеге асырылуда. Оның ішінде ерекше орынға ие кемтар балаларды әлеуметтік медициналық педагогикалық түзету арқылы қолдау туралы заңы Қазақстан Республикасының, ерте қолға алу, ерте қолдау, психикалық дене бұзылыстарының скринингін, медициналық, психологиялық, педагогикалық диагностиканы, емдеуді дамыту, оқытуды қамту, сәби жастағы 3 жасқа дейінгі балаларды әлеуметтік және медициналық педагогикалық түзеу арқылы қолдау. Мемлекеттік ерте жастан коррекциялық педагогикалық көмек көрсету жүйесі әзірленіп, Розайчаннаның ұсынысымен мынандай деңгейлерде жүзеге асты. Біріншісі, сәбилердің психикалық және дене дамуын жаппай тексеру. Екіншісі, скрининг нәтижесін анықтау, яғни қатер топтарды алдын ала анықтау. Үшінші, арнайы балабақшадағы жалпы үлгідегі балабақшалардың арнайы топтарында алғашқы медициналық санитарлық көмек көрсету мекемелерін, түзету кабинеттерін, оңалту орталықтарын ашу және іске қосу. Төртінші, ерте коррекциялық көмек көрсету жүйесін ғылыми әдістемелік қамтамасыз ету. Бесінші, мемлекеттік құқықтық қамтамасыз ету. Міне осы мәселелерді Розайчанна ең алғашқылардың бірі болып, Қазақстандағы осы балаларды скрининг жұмыстарын жүргізуді қозғаған болатын. Ресейде зияты бұзылған балаларға көмек көрсетудің тарихына тоқталар болсақ, ол 3 кезеңнен бөлінеді. Қазан революциясына дейінгі, КСРО кезеңі, қазіргі уақытқа дейінгі деп. Бұл әрқайсысы белгілі бір тәсілдермен және бағыттармен ерекшеленеді. Қазан революциясына дейін қоғамда алдыңғы қатар ойшылдарында философтар, оқытушылар, медиктер арқылы төмендерді тәрбиелеп және емдеу бойынша іс-шаралар жүзеге асырылды. Герцен, Белинский, Чернышевский, Добролюбов ғалымдар көзқарастарын ерекше болды. Оның ішінде Добролюбов қабілетті әлсіз анықтап, оларға шыдамдылық танытуды сұранды. Ол тәрбиешілерге арналған журналда 1858 жылы жарияланған жай қабылдайтындарды үйрету статьясында ол былай деп жазған: біздің мектептерде ешбір оқушының жағдайы әлсіз және өте төмен қабылдайтын балалардың жағдайы ғана ауыр. Оларды мұғалімдерді ақылсыз, түк шықпайды, ал олар болса тәрбиеші тарапынан мұқият назарды және қамтуды қажет етеді. Бұл мақалада отандық олигофрена педагогика тарихының алғашқы қалыптасуына ықпал етті. Олигофрена педагогика дамуында маңызды рөлді дәрігер-психиатр Яковенко, Игнатьев, Ковалевский атқарды. Олар балалар арасында психоздан ақылы төмендерді көрсетті. Бұл жерде ерлі-зайыпты Малярев қызметтерін айта көрсетуге болады. Олар 1882 жылы Петербургте ауытқуы бар балалар үшін Малярев доктордың емді тәрбиелік мекемесін ашты. Мекеменің өз құрылымы, мақсаты мәселесі болды. Сонымен қатар медициналық және педагогикалық көмекті жетістікке көмек берді. Дәрігерлік бөлімді медициналық көмек Сеген және Малярев әдісі бойынша оқытылып көмек көрсетілді. Ресейде ақыл-ой икем балаларды тәрбиелеп оқыту тарихы маңызды рөлді техникалық және кәсіби білім берудің екінші съезінде маңызды рөл атқарды. Бұл дефектологтардың бірінші съезді болды. Оның ішінде бағдарлама бойынша әлсіздерді оқыту жүйе жобасының 12-ші секциясы болды. Медицинаның көптеген қызметкерлері қатысты. Соның ішінде Боткин, Корсаков, Рассалима. Қазіргі заманғы дефектология үшін Рассалима қызық ұсыныс жасады. Ол келесіде мәселелерді шешуді ұсынды. Жақтырмайтын жағдайларды анықтап, ақылы төмен балаларды оқытып және тәрбиелеуге ұсыныс жасады. Медицина педагогикалық тәсілдерді өңдеу қажеттілігі сонымен қатар балаларды еңбек процестеріне енуіне көмектесті. Білім берудің қажетті бағдарламаларын жасау керек деді. Ақыл-ой икем балалар үшін қосымша мектептің жасауы туралы сұрақ бірінші
бүкіл ресейлік съезд халыққа білім беру бойынша сұрағанда қарастырылды. Ол 1913 жылы 13 желтоқсанда және 1914 жылдың 3 қаңтар аралығында қарастырылған болатын. Ол дефектологтардың екінші съезінде болды. Бұл съезд қосымша мектептердің жағдайы туралы шешім қабылданып бекітілді. Себебі олар Мәскеуде, Саратовта, Харьковта, Ростов-на-Донуда қалаларында жүзеге асырылып жатты. Енді ауылдық жерлерде қосымша немесе көмекші мектептерді ашу ұсыныс жасалына бастады. Олигофрена педагогика дамуы үшін жасөспірімдердің әлеуметтік құқықты қорғаушысы екінші съезі маңызды рөл атқарды. Онда талантты психолог Выгодский дефект табиғатын аномальды балаларға әлеуметтік көмектің маңызын ашып түсіндірді. Осы екінші съезден кейін қосымша мектептердің қарқынды көтерілді. Оларға Занков, Азбукин өздерінің үлкен еңбек үлестерін қосты. Аномальды балалардың даму ерекшеліктеріне ғылым ретінде теориялық негізін, оны оқыту және тәрбиелеу заңдылығын Выгодский қалаған болатын. 1966 жылдан бастап олигофрена педагогиканың маңызы арнайы мектептерде арнайы сабақ пәндерін оқыту әдістемесін өңдеу бойынша жүргізілуі күшейтілді. Қазіргі уақытта коррекциялық мектептің 8 түрі оқулықтармен барлық пәндердің оқулығы бойынша дидактикалық оқулықтармен қамтылған. Ғылыми зерттеу мәселелері, интеллектісінде ауытқуы бар балаларды оқытудағы тәжірибелік дефектология журналында жарық көре бастады. Дефектология саласында зерттеулер соның ішінде олигофрена педагогиканы ғылымның зерттеу институтын жүзеге асырды. Дәрісті қорытындылай келе, сіздердің назарларыңызға бекіту сұрақтары ұсынылады. Яғни диффуздық сипатқа ие бас ми қыртысының органикалық зақымдалуымен шартталған таным әрекетінің тұрақты қайтымсыз бұзылысы дегеніміз не? Мемлекеттің ерте жастан коррекциялық педагогикалық көмек көрсету жүйесін 5-ке бөліп қарастырған ғалымды атаңыз. Зиятында ауытқуы бар балаларды көмек көрсету тарихы, олардың тәрбиелеу және оқыту әдісін неше үлкен кезеңдерге бөлді. Осы сынды тағы басқа сұрақтарды өз тараптарыңыздан қойып, жауаптарын почта арқылы жіберуге болады және де дәріс барысында да талқылаймыз. Сонымен бірге бүгінгі дәрісте қолданылған әдебиеттер тізімі ұсынылып отыр. Бұл әдебиеттер біздің Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетіміздің электронды базасында бар, алып қарауларыңызға болады және пайдалануларыңызға ұсыныс жасаймын. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.